Мен қалай үйлендім. Екінші бөлім. Арада 3 жылға тарта уақыт өтіп кетті. Нағимамен содан кейін қайтып кездескен жоқпын. Сол жылы Шы ауданында 4-5 күн болып, әр кешті, әр түнді онымен бірге өткізіп едім. Мен үшін нағыз естен кетпес бақытты күндер еді. Сөйткен Нағимамен хабар қатынасым бір жола үзілгендей болған. Бірақ бұған мен кінәлі емеспін. Кейін Алматыға келген соң бірнеше рет хат жаздым. Жауап бермеді. Соған қарап әлде бір жаққа ауысып кетті ме? Немесе күйеуімен қайтадан табысып, мені мүлдем ұмытқысы келді ме деп те ойладым. Хат жазуды сонымен доғарып едім. Бірақ әркез есіме алған сайын көңілім күншуақтай құлпырып, ой хой Дәурен-ай деген тәрізденіп, бір желпініп қалатынмын. Тірі адам бәрін көреді дегендей, бұл 3 жылдың ішінде менің басымнан да біраз жайттар кешіп үлгерді. Бір сұлу официанткаға шынымды айтсам, өліп-өшіп үйленіп едім, оным сәтсіз болды. Бас-аяғы бір жылдай отасқаннан кейін екеуміз ажырасып кеттік. Әйтеуір абүйір болғанда баламыз болмады. Бала болса, онда менің саудам бітер еді. Ар-ұят дегеннен дым сезбейтін көк айыл пәлекеттің өзі болып шықты әлгі антұрған. Қанша уақыт үзіме түсіп алды десеңші. Бір жыл бойына ішкенімді, ірің жегенімді желім етіп бітті. Арыз жазбаған жері, үстімнен үйіп төкпеген пәле жаласы қалған жоқ. Қатыннан ажырасып, еңсем түсіп, үй-күйсіз жүдеп жүрген кезім, көктем айы. Бір күні жападан жалғыз өзім демалыс паркіне бардым. Мәуелеген көктоғайдың саясында бір өзім бір скамейкада демалып қиялданып отырдым. Иығымнан асып алған фотоаппаратым бар. Бір кезде арт жағымнан біреу әлгіні бүлкілдетіп тартқандай болады. Жалт бұрылып қарасам, басында ақ қалпашығы бар 2 жастар шамасында сүп-сүйкімді кішкентай бала фотоаппараттың құндағын ашқысы келіп, тиегін тартқылап жатыр. Көргің келе ме? Бер кел, дедім де, баланы қасыма алып фотоаппаратты көрсете бастадым. Өзі тіпті кісі жатырқамайды. Сәби тілмен қызық былдырлап бірдеңелер айтады. Осы кезде арт жақтан «Бегәділ, Бегәділ» деген дауыс шығады. Әйелдің даусы. Мен іздеп жүрген бөгім деп жалтақ-жалтақ қарадым. Сөйткенше болмады, бұтаның қалқасынан ақшы бар көйлекті жас келіншек шыға келді. Әлгіні көргенде қолқа жүрегім солқ етіп аунап түскендей болды. Бұл баяғы сол Нағима еді. Нағима деп орнымнан ұшып тұра келдім. Сен қайдан, көктен түстің бе? Жоқ әлде жерден шыға келдің бе? Жарық дүниенің бетінде бармысың өзің? Бармын, деді Нағимаш тәтті күлімсіреп. Өңі ашаңдап, жүдеурек тартқан ба қалай? Арт жағында алаңдайтын және біреу бар ма деп ойлап, жалғызсың ба? Дедім. Жоқ, екеуміз, деп менің қасымдағы кішкентай баланы нұсқайды. Сенің балаң ба? Әзірше өзімдікі деп жүрмін. Иә, күйеуіңмен қайта татуластың ба? Жоқ. Енді мына баланы айтса да мұның аты қалай? Аты Бегәділ. Менің атымда қойыпсың ғой. Нағима жымият. Аузыма түскен ат болған соң қоя салып едім. Әй, түсінбестің, мен де біреумін ғой. Жаңа түсіндім. Баланың түртісі менің өзімнен аумай қалған екен. Тұла бойым шымырлап бірдеңе болып кетті. Нағима Алматыға жолаушылап келген екен. Менімен кездесермін деп ойламаған. Екеуміз сыр шертісіп көп отырдық. О баста күйеуімнен мен безген едім. Соңынан менен ол безді. Енді міне жесірлік тұрмыстың қамытын мойынға мықта біліп, өмір кешіп жүрмін, дейді. Сен енді жесір емессің. Біз енді нағыз бақытты жандармыз. Тағдырдың өзі айдап келіп кездестіруін қараш.
Енді бізді, мына тұрған тәмпіш мұрын кішкентай Бегәділ үшеумізді Құдай айырмаса, ешкім айырмауға тиіс, дедім. Мен байғұста ол кезде белгілі мекен жайда жоқ. Сол күні қаланы зыр қағып жүріп, пәтер іздедім. Төменгі нефтебаза жақтан біреудің бір бөлме нашарлау үйін таптым. Бар мүлкім көкезу әйелім берген бір жаман көрпе, жаман матрас. Соларды алып барып, төрдің қақ төбесіне шоқитып үйіп қойдым. Содан кейін Нағима мен Бегәділді алып бардым. Бір бөтелке шампанскийді тарс еткізіп аштым. Бірде-бір орындығы жоқ үйде екеумізден екеуміз түрегеп тұрып, бақытты семьялық тұрмысымыз үшін деп қырлы стакандармен тост көтердік. Міне, мен осылай үйлендім. Шынайы бақытымды осылай таптым, деп аяқтады Бегәділ сөзін. Әңгіменің авторы Бердібек Соқпақбаев.